жерге шабуыл жасап, сол жер жаулап алып террористер. Елін сатып кеткендер, жұртын сатып кеткендер. Бірақ ондай кеп бәрін бірдей қамап тастайды деген шынымды айтсам вообще ойламадым. Олар менің күйеуімнің кесірінен сол жағдайға тап болды. Терроризм атты тажал Түркістан облысында тұтас бір отбасыны талқандап тоз-тозын шығарды. Шатақ топтың құрығына алдымен Мәуленовтердің үлкен ұлы Нұрдәулет ілігет. Таныстарының ықпалымен теріс жолға түскен ол интернеттегі уағызшылардың әуезді уәдесіне басы айналады. Содырларға сеніп, әкесін көшуге көндіреді. Туысқандарым алыстай бастады. Сендер басқа дінге кіріп кеткенсіңдер, ваххабистсіңдер деп, ешқандай жиын терлеріне тойға бармай қойдық. Күйеуім маған түсіндіргені, біз хижра жасаймыз. Ол жерде ешкім сені заставить етіп, қолың автомат ұстатпайды. Ешкім сені заставить етіп, соғысқа шығармайды. Ондай еш нәрсе жоқ деп ұяқтағылар жеп түсіндірген. 2015 жылы Марат Мәуленов отбасымен бірге барлығы 8 адам бір-ақ түнде Шам жеріне көшіп кетті. Қарт анасы да қарайламады. Бұл жаңалық сол кезде елді есеңгіреткен, өйткені 20 жылдық еңбек өтілі бар ұстаз қару асынған лаңкеске айналып, шәкірттерін моджахеттерге алмастырады деп ешкім ойламады. Қолын қанға малған Мәуленовтер шекараның ар жағынан Қазақстан билігіне сесте көрсетіп етті. Может, басқалар үшін террорист шығар, бірақ мен үшін ұлым мысалға Нұрдәулет. Бір айтқан сайын ана ретінде жүрегім ауырады. Тем более тұлабой тұңғышым. Бәрі кішкентай 5-6 жасар болып қасында барғанда дұрыс болар екен. Хоть басқа әйелдер сияқты қасында бірге еріп келер еді, қасында жүрер еді деп талай айттым оны. Араға 2 жыл сап отағасымен үйдің үлкені Нұрдәулет оққа ұшады. Қанға бөккен далада қайда бас сауғаларын білмей, ұрпағы қаңқып қалады. Жалғыз қыздары Аида Әзербайжандық содырға жар болды. Ал Абзал мен Диас түрлі желеумен қару ұстамауға тырысты, сол үшін түрмеге де қамалыпты. Тереді, мен түрме 4 ай отырдым. Маған смертін қазіне берді, маған өлім берді. Мен өкініп келіп отырған адаммын. Мен просто анам ренжітмеймеді, просто болғанда қиын, 3 баласы түрмеде отыр. Анам қазір жалғыз, просто қорқам, анамнан өліп қалам бәді. Бұл азаматтардың басым көпшілігі өзіміздің қазақ халқымыздың ұлттық тарихымызды, менталитетімізді, мәдениетімізді, салт дәстүрімізді білмеуінде біріншіден. Екіншіден отбасы құндылықтарының дұрыс насихатталмауында. Үшіншіден діни сауатсыздығында. Ол азаматтардың мүмкін заң саласында, медицина саласында, басқа да салаларда, педагогика саласында мықты жоғары білімі болуы әбден мүмкін. Дегенмен діни білімі, діни таяздығы оларға жаңағы экстремистік ұйымдардың жетегінде кетуге мүмкіндік жасап беріп отыр. Мәуленовтер елге Жусан гуманитарлық операциясымен жеткізілді. Аида, Абзал, Диас қылмыстық кодекстің бірнеше бабымен айыпталып, әкелері таңдаған жол балаларын түрмеге әкеп қамады. Бір үйден ағайынды 3-еу қазір Шымкент қаласындағы қапаста өздеріне кесілген үкімді өтеп жатыр. Әрине сағынам. Дендері сау болып, аман болып шығып кесеген деген ниетім бар. Балдарымнан ауырып қалмаса екен. Звоноктарын күтіп отырамын. Айгүл апамыз өзінің сотталмағанына шүкір етеді.
Мемлекет көп балалы анаға рақым жасамағанда, кенжелері Әли мен Әбдуллах жетімдер үйіне түсереді. Жолдасымен 25 жыл отасып, 60-ты алқымдағанында барынан айырылған ана қазір абақты жағалап жүр. Қапастағы балаларына тамақ, жылы киім тасуда. Бағалай білмегенге бақ қонбайды деген осы шығар.